Шығасыға иесі басшы дегенді қазақ тегін айтқан ба? Айдың күннің аманында саубасын саудаға салып, осыншама әуре сарсаңды ойлап тапқан Розалияның өзі. Әйтпесе қайтсек те балалы болайық, артымызға тұяқ қалдырайық деп жаныққан Жанайдар жоқ болатын. Ұрқым үзілмесін, ошақтағы отым сөнбесін деп тілейтін баяғы заман өтті емес пе? Жанайдар жаңа заманның адамы. Шүкір, адамзаттың болашағы бұған қарап тұрған жоқ. Қазір жер шарында 6 миллиардтан астам адам бар. Әр секунд сайын дүниеге 4-5 нәресте келеді. Әне сізге ұрпақ керек болса, адамзат соларды аштыққа, өлім жітімге ұшыратпай, аман есен қатарға қосып алса, ол да аз олжа емес. Айтпақшы, қазақтың санын көбейту, өз қаның, өз әулетіңді өсіру қайда қалады дейсіз ғой. Фамилия керек пе сізге? Табиғат бұл жағынан да Жанайдардың міндетін жеңілдеткен. Ауылда Досқараевтар жетіп артылады. Жанайдар 7 ағайынды. Соның 6-ы ауылда. Ағаларының әрқайсысында 7-8-ден бала бар. Жаңылмаса 1-2 жеңгесі бала санын 10-ға толтырып, батырана аға атандау деймін. Жанайдар осы қалада солардың балаларын оқуға түсіремін деп ақшаршады. Әр үйден бір бала оқытқанның өзінде таусылып бермейді-ау. Бертінде ақылы оқу шыққалы көз ашылды әйтеуір. Бұрынғыдай біреуге барып жалынбайсың, ақшасын төлейсің де қалаған оқуына түсіре саласың. Ал қазақтың санын көбейтуге келсек, сол үшін бас қатырып жүрген кім бар қазір? Шетелде ата жұртқа жете алмай 5 миллион қазақ жүр. Соларда осында келуге ешкім құлықты емес. Шұрайлы жерлерді алпауыттарға сатып жібердік. Енді келетін қандас ағайынға қоныстанатын жерде жоқ. Үй бағасы мынау аспанға шығып кеткен. Соны көре тұрып үйсіз, жерсіз, панасыз біреулерді көбейте бергеннен не шығады? Жанайдардың өз үйінде бүгінге дейін нәресте үні естілмесе, ол Құдайдың ісі. Құдай беріп жатса тастамас еді. Бермесе оған енді амал жоқ. Бұл тірлікте 4 аяғын тең басқан кім бар? Біреу малдан, біреу бастан тарғады. Тағдырдың есеп шоты сұмдық. Бір жақтан жарылқаса, екінші жағынан соны ұстап қалады. Шүкір, шағынар жайы жоқ. Жанайдарда қазір бәрі бар. Сұлу әйел, әсем қоражай, жүйрік машина. Жыл сайын өрге басып, түтіні түзу ұшқан бизнес, жора жолдас дос жаран. Осылардың қызығымен жүріп үйленгендеріне 15 жыл толғанын өздері де аңғармай қалыпты. Қазақта қатын алма, қайын ал деген сөз бар. Бұл жағынан тағдырға өкпесі жоқ. Жанайдар қайын жұртқа жарыған жігіт. Анасы марқұм баяғыда немерелерін уатқанда сал білек, байдың қызын ал білек деп бесік жырын айтушы еді. Сол тілегі кенжесі Жанайдарға дәл келді. Алматыдағы халық шаруашылығы институтын бітірер-бітірместен білдей министрдің қызына үйленді. Мәртебелі ұлықтың мәпелеп өсірген жалғыз қызы, өзінен 2 жас үлкен екен, онысына да қараған жоқ. Шет тілдері институтын бітірерде әлде бір жігітке қосыла жаздаған ба, оны да тектеп жатпады. Бүгінгі жастар ондаймен есептеспейді ғой. Жанайдарда тым ғұрапи болып көрінгісі келмеді. Сұңғақ бой, сұлу ажар, келісті келбет көзге түспей қалған жоқ. Розалия мұны бір көргеннен ғашық болған көрінеді. Көзі ашық, естияр қыз біледі ғой кімнің кім екенін. Соңғы сәнмен малынып киінген Розалияның да ақсазандай толысқан кез еді. Әлгі жұрт айта беретін қаз омырау қыпша белдің өзі. Жанайдар да кетары болған жоқ, бірден құлап түсті. Алдағы той жабдығымен қалаға бір келгенде Розалияның әкесі Досқараға көрсеткені бар. Колхозда 40 жыл қой баққан әкесі ойына келгенін ірікпей айта салатын әпенді шалыстау кісі еді. Болашақ келіне көңілі толған болар. Балам, қатын жағын қатырған екенсің деді. Бір оңашада мұның құлағына сыбырлап. Арада ай өтпей бұлардың үйлену тойы болды. Онда колхоздың қаспағы әлі тарқамаған кез. Озат Жопан Досқара баласының тойын бүкіл ордендерін тағып келді. Тақ бір өмір бойы министрмен құда болып жүргендей той төрінде шіреніп бір отырдау. Марқұм өмірі жасымайтын ергөңілді кісі еді. Сол тауы шағылмаған, қырысынбаған күйі өтті дүниеден. Жанайдар мен Розалия үшін махаббаттың балдәурені тым ұзаққа созылды. Әсіресе Жанайдардың қуанышында шек жоқ. Бардам жерден қыз алған неге жаман болсын? Бұл басқалар сияқты тойдан кейін қалай өмір сүрем деп уайымдаған емес. Сол той үстінде ақ жас отаудың бар қажеті шешіліп болған. Жас жұбайларға Розалияның бір ағасы жасау жабдығымен 3 бөлмелі үй сыйласа, екінші бір ағасы су жаңа шетелдік машинаның кілтін ұстатты. Жастар салулы төсек салқын үйге кірді де кетті.
Сөйтсе Жанайдардың қайын жұрты кеңес дәуірінде биліктің қызығын әбден көрген, жаңа заманда сол билікті байлықпен ұштастырған үйлі көкжалдар екен. Қаржыгер экономист деген мамандығы бар жігерлі жас күйеу бала солардың тобына қосылды да кетті. Өмірдің қызығына белшеден батып, табыс табудың соңына мықтап түскен Жанайдар тұрмыста әлдебір мұқтажым, кем-кетігім бар-ау деп ойламапты ғой. Қолы қалт етсе қасына Розалияны ертіп алып, шетел курорттарында бой жазып сейіл серуенмен жүре беріпті. Өздерінде әлі бала жоқ екенін сезінгені соңғы 2-3 жылдың айналасы. Оны да еске салған Розалияның өзі отасқандарына 10 шақты жыл өтсе де, әлі күнге дейін бала таппағанын алдымен сол байқапты. Үйлерінде бәрі бар, тек бала жоқ. Жаратылысынан айтқанын орындатып үйренген адуын әйел сол жоқтың орнын толтыру керек деген байламға келген. Алдымен кім кінәлі екенін анықтау керек. Жанайдарға сездірмей әйелдің өзі дәрігерлік тексеруден өткен, бір емес 3 жерден, бірақ қайда барса да қорытынды біреу. Бәрі де Розалияның бала көтере алмайды деп тауыпты. Студент кезінде бір рет түсік тастағаны бар еді, соның зардабы. Демек, балалы болудың басқа тәсіліне көшпеске амал жоқ. Розалия енді соны зерттей бастады. Бұл заманда оның неше алуан жолы бар көрінеді. Кең тараған түрі жетімдер үйінен бала асырап алу. Алайда мұның күмәнді жағы көбірек. Тастанды бала асырап алу. Жетімдер арасынан қайбір оңған бала шығар дейсің. Дені сау, ақыл есі бүтін, тәуіріне кезіксе жақсы. Ал қанына алкоголь мен есірткі араласқан нақұрыс біреуіне жолықса не болмақ? Бала емес, бәле тілеп алу ғой мұның аты. Соңғы жылдары кең етек ала қоймаса да, тұрмысқа ене бастаған тағы бір тәсіл жалдамалы анаға суррогатная мать, бала таптырып алу. Мұның тиімді жері, жалдайтын ананы өзің таңдайсың. Балам жақсы болсын десең, неғұрлым дені сау, көрікті әйел іздейсің әрине. Дәрігерлер сол өзің келіскен әйелге күйеуіңнің ұрығын көндіріп береді. Тек әйелдің ақысын дұрыстап төлесең болғаны. 9 ай 9 күнде балаңды қолыңа салады. Әрі қарай баланы емшектен шығарып бер десең, оның ақысы бөлек. Қазір осыны кәсіп етіп жүрген әйелдер бар деседі. Жұмыссыз, кәсіпсіз қалған қыз келіншектерге бұл да талға жау. Бір баланың ақысы біраз жылға азық. Қазір қалталы бай әйелдер бала көтеруге ерініп, әрі сымбатын бұзғысы келмей, қызметтің осы түрін пайдаланып жүрсе керек. Кейін дау шығады деуге негіз жоқ. Нотариус бекіткен шартқа екі жақ қол қоятын көрінеді. Розалия ары ойлап, бер ойлап көріп, осы соңғы тәсілге тоқтаған. Демократияның бір жақсысы, ақшаң болса бәрін де істеуге болады екен. Жалдамалы күйеу, жалдамалы әйел, жалдамалы ана, бәрін жалдауға болады. Тек осыған Жанайдарды көндіру керек. Сонан кейінгі басты мәселе дені сау, қаны таза, өзі жас көрікті әйел табу. Таныс білес туыстардан табылса оңды болар еді. Бірақ олардың соңынан өрбітетін пыш-пыш өсегі жаман. Одан көрі бейтаныс қаймана қазақтың өзі дұрыс. Розалияның жер тауысқан жолымыр жеңгелері бар. Солармен ақылдасқан жөн болар. Сол жеңгелерінің ақылымен Жанайдарға бәрін бірден лақ еткізбей, шым-шымдап жеткізді. Күйеуіне қолға салар алдынан назын өткізіп көңілдендіріп алатын әдеті бар. Әлде қыздан бетер қылығы бар, пұшпағы қанамаған, тубайталдай жас әйел жалындап, өртене сүйген кезінде оған төтеп берер еркек кіндік жоқ шығарау. Осылайша күйеуін отқа қақтаған темірдей балықты алып, бала туралы әңгімеге содан кейін көшіп еді. Алайда Жанайдардың да қырсығы бір басына жететін. Мына жаңа орта келгелі, оның санасында қайын жұрттың шылауында кетіп жүрмейін деген бір қарауыл тұратында. Сол қарауыл дауыл қаққан болар. Намысқой жігіт әйелінің сөзіне бірден ыршып түсті. Әсіресе жетімханадан бала асырап алу дегенге үзілді кесілді қарсы шықты. Мен саған көшеден бала тауып кел деп айттым ба, жалпы маған бала керек деп жалындым ба деген ашудың өзін қойырған шер таппай. Жетімханадағы иесіз тексіз тастанды баладан жөні түзу адам шығады деп кім айтты саған деп әлгіден гөрі сәл сабасына түсіп. Өзімнің туған ағам бір баланы сенің бауырыңда өссін деп бір жастағы кенжесін осында алып келгенін білесің. Бала керек болса өз қанымнан жаралған сол баланы алмайын ба деді сабырлы қалпын қайта тауып. Бұл жолғы әңгіме осымен тоқтаған. Ағаның баласын асырап алуға келгенде тым ынталы болмай селқостық танытқан Розалияның өзі еді. Сол кінәсі есіне түсті де үндемей құтылды.
Арада апта өткенде тақырыпты қайта жалғастырған. Мынасы мүлдем басқа әңгіме. Бұрын қазақ қауымында болмаған тың жаңалық, медицинаның соңғы жетістігі. Екеуі төсекте әрнені сөз етіп жатқанды. Бір сөздің кезегінде Розалия: жарайды, өзге ғаннан жаралған бөтен баланы қойдық, ал өз кіндігіңнен бала сүюге мүмкіндік туып жатса, оны қалай қарайсың деген күйеуінің әр қимылын аңдып. Құдай беріп жатса, өз баламнан безеді дейсің бе, деді Жанайдар оған онша мән бермей. Қаласаң бала сүюге әлі де кеш емес. Жалғыз-ақ айырмашылығы сол баланы мен емес, басқа әйел көтереді. Не дейді ау, сен өзі маған тоқалап бергелі жатқан жоқсың ба, деп Жанайдар қарқылдап күлді. Дәмесін қуанып кеткенін қара, деп Розалия бұның бүйірінен нұқып қойды. Не совсем так, тыңда, деді. Сонан соң: шетел фильмдерінен көріп жүрсің ғой, суррогатная мать деген болады. Қазақша қалай айтсам екен, жалдамалы ана. Сол тәсілді біздің елге алып келіпті. Иә, ол әйелді қалай тудырамыз сонда, деді Жанайдар елеңдеп. Қазір ақша үшін бала туып беретін әйелдер шығыпты. Дені сау көрікті әйелді өзің таңдайсың. Тоқтасқан баға бойынша ақысын төлесең болғаны. Ол әйел баланы кімнен табады? Баланың әкесі де бірдеңе сұрайтын шығар. Түк түсінбепсің ғой. Розалия сылқ-сылқ күлді. Баланың әкесі сен боласың. Дәрігерлер сенің ұрығыңды алады да әлгі әйелге қондырады. Енді түсіндің бе? Түсіндім. Мен қойшының баласымын ғой. Біздің ауылда саулықты қолдан ұрықтандыратын. Соған ұқсас бірдеңе болды ғой. Қошқарға айналам ба сонда? Нағыз қошқарсың ғой сен. Саған бір қора қой керек, деді Розалия күйеуін аймалап. Ол әйелді кім таңдайды? Сен бе, мен бе? Табатын мен, таңдайтын сен. Баламыз сұлу келбетті боп туу үшін көтерген әйелдің де өңді болған жөн. Жанайдар бір сәт үнсіз қалды. Бейтаныс әйел одан туатын бала санасына сыйдыра алмай жатыр. Еміренбеген, исінбеген, бір сөзбен айтқанда махаббатсыз, некесіз туған баладан не күтеміз сонда? Бір безбүйрек жауыз біреу туып сорымызды қайнатып жүрмей ме, деді әлден уақытта. Олай болмайды. Бала қашанда генаға тартады. Әке қаны 50%. Қайран бабалайырмай, деді Жанайдар толғанып. Олар ұрпақ мәселесін қандай білгірлікпен шешкен. Бірнеше әйел алған, өз қанымен неше алуан тоғыс жасаған. Бірінен басшы, бірінен қосшы туған. Егер Қасым төре мен Құнанбай қажы тоқал алмаса, Кенесары да Абай да тумас еді. Ол екеуінсіз қазақтың халі не болар еді? Ал сен, Роза, ең жақсысы маған тоқал алып бермейсің бе? Қуын қара, деп әйел оны айқара құшақтады. Жас келіншек тауып кетпексің ғой. Мен сені баяғыда басы бүтін ұтып алғанмын. Енді ешкіммен бөліспеймін. Жарайды, ойнасақ та біраз жерге шаптық білем. Ертең жұмыс ұйықтайық, деді Жанайдар сол жақ қырына аунап түсіп. Арада айға жуық уақыт өткен. Қарбалас жұмысқа шетелдік сапарға баттасып, бала туралы әңгіме бірте-бірте аяқсып ұмытыла бастап еді. Әшейінде бұл үйде бала деген сөз табу, яғни тыйым салынған тақырыпқа жатады. Әйелімнің көңіліне келмесін дейме, Жанайдар жұрт көзінше балаға еміреніп шіркін-ай деп жатпайды. Бірақ бала тақырыбын Жанайдар ұмытқанымен, Розалия бұл істі астыртын жүргізіп жатыр еді. Есі дерті қайткен күнде де осы үйден іңгәлаған бала даусын шығару, сол үшін ақшаны да басқаны да аяп қалар түрі жоқ. Бұлар бір талайдан үйлерінде қызметші әйел ұстайтынды, үй жинайды, дүкеннен азық-түлік әкеліп, кешкі тамақтарды істеп қояды. Бұрын ол міндетті егделеу орыс әйел атқарушы еді. Ол Ресейдегі ұлына кетіп қалды да, бұлар біраз уақыт қызметшісіз қалды. Жанайдардың ойында ештеңе жоқ. Бір күні кешке таман өз кілтімен есікті ашып ішке кірсе, бір жап-жас әйел жүр үйінде. Қыз ба, келіншек пе, жіп тағу қиын. Әйтеуір кімде болса, үріп ауызға салғандай мөлдіреп тұр. Өзі бет моншағы төгілген ибалжан екен. Жанайдармен ернін жыбырлатып, ізетпен амандасты да ас үйге тез шегініп кетті. Көп ұзамай жұмыстан Розалия да келіп қалған. Ол өзі туризм департаментінде әжептәуір бастық. Шетелге шығатын 9 тарау жолдардың кілті осылардың қолында. Өзі бүгін көңілді екен. Ішкі үйден киім ауыстырып қайта шықты да Жанайдарды жаңаға елмен таныстырды. Танысып қояты балайым. Құдай қаласа бүгіннен бастап осы үйде қызмет істейді. Бізбен бірге тұрады. Сол үшін бір бөлмені босатып қойдым. Ал мына кісі, деді Жанайдарды нұсқап, осы үйдің отағасы. Қысқасы, сіз бен біз осы кісінің құзырындамыз. Сөйтіп ойда жоқта бұлардың өміріне балайым деген тағы бір әйел қосылды. Жанайдар басында бұл жаңалыққа бәлендей мән бере қоймаған. Үй қызметіне кімді алу әйелдің шаруасы. Бұның байқағаны балайым бас аяғы таза,